шұжық турап жатырмыз. Біраз етті турадық. Мінекей мынадай қабырғаның еті, жұмсақ еттерді турадық. Өйткені шұжықта бұл қадірлі сондай ас болады, кісіге тартатын. Сондықтан ішінде қатты ет болмауын қатты қадағаладық. Мінекей ет осылай тым майда да қылған жоқпыз, тым ірі де қылған жоқпыз, орташа осылай турадық. Мынадай қабырғаның еттері тұздалып тұр, бұл дайын. Тек қана үстіне қазір бұрышпен бұрыш қосамыз, болды. Мінекей, ал майына келетін болсақ, қазының шетінен шықпаған майлар, жаңағы телшіктің шетіндегі майлар, сондай жаңағы өте дәмді жұмсақ майларды қосты. Жалпы міне қарайтын болсақ, мінекей бір шарадай болды. Осы қанша шығады, қазір мына жердегі еттерді қосамыз. Міне содан кейін тұзын көреміз, тұзы аздап болса кішкене тағы қосып, шұжығымызды мына тұрған ішекке саламыз. Ішек дайын, айналдырылып та жуылды, сыртынан да жуылды. Мынау қайтадан жаңағы айналдырып қойған неміз. Қазір сосын әбден барлығын турап болғаннан кейін араластырып, дәмдеуіштерін салып, сосын не қыламыз, ішекке тығамыз. Шұжық жасап жатырмыз, жаңағы ары қарай жалғастырамыз. Шұжықтың тұзы кішкене аздау екен, мен бір қасық қана толтырмай салдым. Енді екінші қара бұрыш салдым. Қара бұрышты бір міне кішірек қасықпен бір қасық болады. Кішкене ғана салып жіберейін. Жарайды, осы жеткілікті. Енді араластырып ішекке саламыз. Шұжықты жасап жатырмыз, ішекке салып жатырмыз. Бір ет, бір май болды, жақсы. Және сонымен бірге жұмсақ етпен қазының жаңағы майлады, тағы да кішкене іш майдан азғана сондай қосылды. Өте дәмді. Еттерде бірде-бір шеміршек жоқ. Анандай шеміршек, қатқылдау деген жерлерін бәрін тазартып алып тастап отырдық. Ал енді осылай шұжықты жасаймыз. Шек біткенше, шек где-то бір 2 метрдей шек. Сол 2 метр шек толғанша жасаймыз. Қалғанын тағы көре жатамыз, қалай қошады. Қатты ірі да қылмадық, майда да қылмадық, жаңа бір айтып өттім ғой. Міне осылай ғана, ешқандай жаңағы әдіс та жоқ, тәсіл де жоқ, қазақша шекке осылай салып жатырмыз. Шұжықты жасап болдық, мінекей. Әрқайсының көлемі әртүрлі, кішірек, орташа деген сияқты осылай шұжықты бітірдік, мінекей. Шұжықты алыстан қарағанда. Осы. Міне сонымен шұжығымыздар бітті. Дайын болды. Бірнеше шұжық жасалды. Ас болсын, бұйыртып жегізсін.